Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Қамажай ПП. Бүгін өте дәмді әрі ерекше шығатын, ең бастысы пайдалы, майонезсіз, ешқандай майға қуырылмаған үй жағдайындағы қарапайым пайдалы салат дайындаймыз. Түскі асқа да, кешкі асқа да қасына жей беруге болады. Ең алдымен баклажанды дәл осылай кубиктап турап аламыз. Дәмдеуіш ретінде қызыл паприка және де соевый соус қосамыз. Және аздаған 1 қасық зәйтүн майы. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазды алып, дәл осылай үстіне жайғастырамыз. 180 градусқа 20-25 минутқа қызарғанша жібереміз. Және де соусын дайындаймыз. Қиярды осылай сыртын ашып алып, теркадан өткізсеңіз де болады, жіңішке етіп, немесе 4 бұрышты етіп турасаңыз да болады. Және укропты да жіңішке етіп осылай тураймыз. Үккіштен өткізілген қиярдың үстіне укробымызды саламыз. Және 1 дана сарымсақты да осылай үккіштен өткізіп дәм беру үшін қосып жібереміз. Және де үстіне аз процентті 10-15% қаймақты қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, соусымыз дайын. Енді қалғаны қызанақты дәл осылай кубиктап турап, және де салат жапырағында турап алдын ала дайындап қоямыз. Баклажан дәл осылай қызарып пісуі керек. Турап қойған көкөністердің барлығын 1 ыдысқа салып тастаймыз. Духовкада піскен баклажандарымызды салып, үстіне дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыз. Содан соң ғана соусын дәл осылай құямыз. Дәл осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Жалпы дастарханға қоярдың алдында соусын құйғаныңыз абзал. Сонда өте жақсы дәм береді. Сұйық болып кетпейді. Әдемілігі үшін конжуктивтім, себуге де, сеппеуге де болады. Осымен пайдалы салатымыз дайын, соусы басқаша болғандықтан ерекше дәм береді. Күнделікті бір текті салаттардан шаршағанда міндетті түрде жасап көріңіз. Отбасыңызға міндетті түрде ұнайды. Арықтап жүрген, дұрыс тамақтанып жүрген қыздарға да ең жақсы вариант. Түскі асқа немесе кешкі асқа жеуге болады. Клетчаткаға бай салат. Рецепт ұнаса, видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын!